Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте нәзік, жұмсақ, сондай керемет болып шығатын поцелуй печеньесін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге маргарин, ұн, қант, 3 жұмыртқа, айран және де қант ұнтағы қажет. Ең алдымен жұмыртқамыздың сарыуызын ағуызынан бөлек ажыратып аламыз. Жұмыртқамыздың сарыуызы ағуызына қосылып кетпеуі керек, себебі ағуызымызды көпірткенде жұмыртқамыз көпірмей қалады. Енді ағуызымызды холодильникке қоя тұрамыз. Маргаринімізді бір ыдысқа саламыз да, оның үстіне ұнымызды салып, қолымызбен езіп илейміз. Екі қолымызбен жақсылап бізде крошка пайда болғанша осылай илейміз. Мінекей бізде крошка пайда болды. Енді осының үстіне жұмыртқамыздың сарыуызын салып илейміз. Жұмыртқамыздың артынан бірден айранымызды құямыз да илейміз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болуы керек. Сол қамыр пайда болғанша осылай илейміз. Мінекей бізде қамырымыз дайын болып қалды. Осындай жұмсақ қамыр болуы керек. Енді осы тестамызды холодильникке 20 минутқа қоя тұрамыз. Енді біз холодильниктен ағуызымызды аламыз да бір ыдысқа құйып, оны миксермен миксерлейміз. Миксеріміздің жылдамдығын ең төменнен бастап осылай ағуызымызды көпіртеміз. Содан кейін қантымызды қосып отырып, миксеріміздің жылдамдығын көбейтеміз. Қантымыздың барлығында бірден қоса салуға болмайды, жаймен ақырындап қосып миксерлейміз. Мінекей қантымызды қосып болдық. Енді ағуызымыз әппақ болып көпіргенше осылай миксерлейміз. Мінекей біздің ағуызымыз дайын болды. Осындай болуы тиіс. Енді холодильниктен қамырымызды аламыз да, оны бірнеше бөлікке бөлеміз. Қолмен бөлуге де болады, пышақпен бөлуге де болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай істесе болады. Бөлген қамырларымызды осылай домалатып дайындап аламыз. Мінекей біздің қамырларымыз дайын. Енді оны оқтаумен жаямыз. Мінекей қамырымыз жайып алдық. Енді оның ішіне бір шай қасық ағуызымызды қосып, осылай екіге бүктеп ораймыз. Келесі қамырымызды да тура жаңағыдай алып жайып аламыз. Мінекей қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып алдық. Оның ішіне бір шай қасық ағуызымызды қосып, екіге бүктейміз. Бұл печеньелеріміздің ағуызын салғаннан кейін үстіге қаратып қою керек. Ол өте маңызды, себебі астыда қалып қалса ағуызымыз көтерілмей қалады. Мінекей видеодағыдай тура осылай ағуыз жағын үстіге қаратып қою керек. Мінекей біздің печеньелеріміз осындай болып шықты. Енді духовкада 180-200 градусте қызарғанша пісіреміз. Бұл печеньелеріміздің астына ешқандай да пергамент қағазын салмасаңыздар да болады, себебі жабыспай пісетін печенье. Кейбір адамдардың духовкасы қатты қызитын болады, кейбіреуінікі жаймен ақырын қызитын болады. Сол себептен 180-200 градуста қызарғанша пісірсеңіздер жеткілікті. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын. Осындай болып әдемі болып көтеріліп піседі. Енді осының үстіне қант ұнтағын, сахарный пудрамызды себеміз. Мінекей менің печеньелерім дайын. Өте жұмсақ, өте нәзік, сондай дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.